алтынның механикалық беріктігін арттыратын металдар. Яғни алтын балалар негізінен өте бағалы және ол жұмсақ металл. Алтыннан ешқандай әшекей бұйымдар жасалмайды. Бірақ та осы алтыннан әшекей бұйым жасау үшін оның қаттылығын арттырады. Қаттылығын арттыру үшін кейбір металдарды қосады. Мысалы, егер алтынға күміс, мысты қосатын болсақ, яғни алтынның қаттылығы артады. Бұл жерде мінекей ақ алтын, қызыл алтын, сары алтын деп жатамыз. Егер де мыс көбірек болса, алтын қызғылтын болады. Мыс пен күміс болса, алтын сары алтын болады. Ал енді палладий, никель деген металдарды қосып, біз қазіргі таңда бетіне родийді жағып, ақ алтын аламыз. Сонымен бұл жердегі жауап, яғни дұрыс айтады, мыс пен күміс. Сұрақтың жауабы мыс пен күміс. Мыс пен күміс. Мысалы, 585 пробалы алтын дейді, яғни оның құрамында 58,5% алтын бар, қалғаны осы мыс пен күміс болады. Яғни алтын, жалпы әшекей бұйым, ол құйма. Жақсы, келесі сұрақ. Салыстырмалық молекулалық массасы 114-ке тең көмірсутек дейді. Яғни варианттары бар екен. Енді бұл жерде кішкене былай оңай жолмен табуға да болады. Мысалы, қараңдар, мына жерде бутан. Бутан бізде С4H10. Енді 3 метил дейді. Метил радикалы, 3 метил радикалы бар екен. С3. Бұны тармақтап көрсетуге де болады. Осы жерден бізде шығады С3H9. Сонда қараңдар, мына жердегі 3 метил радикалы бутанның құрамындағы 10 сутектің үшеуінің орнын басады. Үшеуінің орнын басса, мына жерде 7 қалады. Енді осыны жинақтайтын болсақ, С7H16. Кәнекей, осының біз емерін тауып көрейік. Енді 12-ні 7-ге көбейтесіздер. Оған қосамыз 16-ны 100 дейді. Яғни бұл жауап келмейді. Сонымен біз бұны алып тастаймыз. Келесі, осы формулаларды қалай жаттайды дейді. Жаттауды үйретем. Келесі, пентан. Пентан бұл С5H12. Мына жерде тағыдай метил радикалы, бірақ метил радикалы бұл жерде D деген сөз, 2 деген сөз, 2 метил радикалы бар екен. Осы жерден шығады балар бізде С2H6. Тағы да мына жерде 2 радикал, мына жердегі 12 сутектің екеуінің орнын басады, сонда мына жерде 10 сутек қалады. Қосатын болсақ, 5-ке 2-ні қосамыз, С7H16. Бұл да үстіңгідегідей 100-ге тең екен, яғни бұл да дұрыс емес. Келесі, бутан. Бутан бізде С4 тағы да H10. Осылай жазбасаңыздар жеңілірек болады. Метил, яғни 2 метил радикалы бар, С3. 2 метил радикалынан С2, H6 общий жинақтасақ көміртек сутек атомдарын. Тағы да 2 сутектің орнын басады. Сонда мына жерде С8 болады, ал жинақтайтын болсам 4-ке 2-ні қоссам С6H14. Яғни бұл жерде 12-ні 6-ға көбейтсек 72, 82, 83, 84, 85, 86 болу керек. Бұл да 114 деген жауапқа сәйкес келмейді. Бұны да алып тастаймыз. Келесі, пентан. Пентан бізде балалар жаңа айтып өттім, С5H12. Енді бұл жерде де метил, 3 метил деп тұр. 3 метил бағана біз мияқта жинақтадық. С3H9 етін. 3 метил, мына жердегі 3 сутектің орнын басады, сонда мына жерде 9 қалады. Жинақтайтын болсақ, С8H18. Енді осы жерден балалар біз емерін табатын болсақ, 12-ні 8-ге көбейтеміз, оны қосамыз 18-ге. Мінекей, мынаның емері 114 шықты. Яғни жауап сонда бізде дұрыс жауап Д варианты. Келесі, ары қарай кетті. Келесі сұрақ. Қара тұнба түзілуімен жүретін реакция. Бұл сұрақ, балалар, бізде 11-ші класста сульфиттер деген тақырыпта, біз міндетті түрде ұбт-да келеді, сульфиттердің біз формуласын, тұнбасының түстерін білуіміз қажет. Енді бұл жерде тағы да тезірек оңай әдіспен қолдану жолын көрсетейін. Мінекей, мына жерде плюмбум С. Плюмбум С түзіледі. Және калий NO3. Білесіздер, азот қышқылының тұздарының барлығы олар ерімтал.
Келесі марганец С, мінекей тұнба, қалайы С, мінекей қалайы С, мен реакцияны толық жазып жатқан жоқпын. Кадмий С. Ал енді келесі жауапты өздеріңіз тауып көріңіздер, мен сіздерге тек суреттерін несін тұнбаның түстерін көрсетейін. Сонымен қалай ойлайсыздар? Яғни қараңыздар, мына жерде бізде мінекей мына жерде Альбина дұрыс тапты. Плюмбум С бұл қара тұнба. Марганец С, мінекей қараңыздар, қызыл түсті. Қалайы С. Қалайы С, мынаның ішінде жоқ екен, қалайы С ол қоңырқай түсті, қоңыр түсті. Кадмий С бар, мінекей сарғыш түсті. Сонымен плюмбум С бұл қара тұнба, дұрыс жауап беріп отырсыздар. Яғни жауабы плюмбум С болады. Бұндай сұрақтар келген кезде реакцияны до конца аяғына шейін жазудың қажеті жоқ, өйткені біз уақыт үнемдеуіміз қажет. Келесі, және сіздерге айтатын мына тұнбаның түстерін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Келесі, ион алмасу реакциялары дейді. Ион алмасу реакциялары. Ион алмасу реакциясы дегеніміз, мысалы, реакция аяғына шейін жүретін болса, оны ион алмасу реакциялар дейміз. Ион алмасу реакциясы, яғни реакция аяғына шейін жүрді деген, ол бірінші реакция нәтижесінде тұнба болу керек, тұнба түзілу керек. Екінші газ түзілу керек. Үшінші аз диссоциацияланатын зат түзілу керек. Мысалы, аз диссоциацияланатын затқа, мысалы, су жатады. Су. Аз диссоциацияланатын зат түзілу керек. Сонымен енді қараймыз. Айымжан, қалайсың Айымжан? Оқуды жақсы оқып жатсың ба? Үмітімізді ақтап, мықты дәрігер болып шық. Сонымен, мінекей қараңыздар. Яғни біз жерде бізге әрине ергіштік кесе көмекке келеді балалар. Қараңыздар мына жерде, ергіштік кеседе натрий мен хлордың келісқан жерін қарайсыздар. Натрий, хлор ериді, болмайды. Калий есе 4, мінекей ериді, бұл болмайды. Мінекей біріншісі отпадайды дейді ғой. Яғни бұлар реакция аяғына шейін жүрген жоқ бірінші реакцияда. Бір-бірімен байланысатын иондар жоқ, сондықтан бұндай реакцияны қайтымды реакция дейді. Екінші реакцияда мінекей қараңыздар, натрий хлор тоже ериді, барий есе 4 тұнба. Мінекей барийдің есе 4-пен қиылысқан жерін қарайсыздар, тұнба түзілді. Бұл яғни бізде қандай тұнба? Ақ тұнба. Сонда ары қарай бармай-ақ қойсақ болады, келесі сыны, дыны талдамай-ақ, жауап В, жауабы В болады. Келесі ары қарай. Тотығу дәрежесі +1, +3, +5, +7 болатын элементтер қатары дейді. Айымжан деген ол керемет оқушы қыз. Айымжан сияқты оқушылар, немесе қазір студент болып жатқан шығарсың, некен саяқ дейма өте аз. Сонымен, тотығу дәрежесі +1, +3, +7 болатын элементтер қатары. Мінекей кәнекей балалар барлығымыз бірінші периодтық кестені ашайық. Қалай оңай табуға болады? Периодтық кестеде мінекей қараңыздар, бірінші топта, бірінші А топ элементтері, тұрақты бір валентті А топ элементтері. Мыс жайлы айтып отқан жоқпын. Мыс ол В топшасы элементі. Бірінші А топ элементтері. Екінші А топ элементтері тұрақты 2 деген валенттілік көрсетеді. Үшінші А топ элементтері бор, алюминий, галлий, индий, талий 3 деген валенттілік көрсетеді. Келесі енді қараңыздар, 4-ші топтан бастап, мен тек қана подсказка айтамын, сіздер жауаптарын табыңыздар. 4-ші топтан бастап, яғни ауыспалы валенттілік көрсетеді. Ауыспалы, яғни 4 деген сан, олардың ең жоғарғы валенттілігі, сонда 4-ші топ элементтері 4 деген валенттілік көрсетеді. 4 деген ол қандай сан? Әрине жұп сан. Жұп сан, 4-ке шейін қандай жұп сан бар? 2. Сондықтан 4-ші топ элементтері 4 және 2 деген валенттілік көрсетеді тотығу дәрежелерде. Тотығу дәрежесіне де тоқталамыз. 5-ші топ элементтері, яғни болжам жасаймыз. 5, 3, 5 деген тақсан ғой, 5-ке дейін тақсан 3. 5, 3 деген валенттілік көрсетеді. Келесі 6-ші топ элементтері, яғни 6, 6-ға шейін қандай жұп сан бар? 4 және 2. 6, 4, 2 деген валенттілік көрсетеді. Тотығу дәрежелерде солай болады. 6-ші топ элементтерінікі -2, +4, +6. Бұның ішінде бұл заңдылыққа бағынбайтын тек оттегі. Оттегі, ол сіздер білесіздер, -2,
плюс 2 деген тотығу дәрежесін О фтор 2 мен және металдармен, пероксидтермен минус 1 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Келесі, жетінші топ элементтері 7. Яғни 7 деген олардың ең жоғарғы валенттілігі. 7-ге шейін, яғни 7 тақ сан болғандықтан 7-ге шейін сан бар 5, 3, 1. Сәйкесінше 7-ші атом элементтері галогендер, яғни плюс 7, плюс 5, плюс 3, плюс 1 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Және жай зат күйінде олар 0 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Сонымен қатар минус 2 тотықсыздандырғыш, минус 1 тотықсыздандырғыш қасиетін көрсететін минус 1 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Сонда дұрыс жауап мінекей, яғни дұрыс мінекей мынау аққудың суретін бар бір қыз бар екен, яғни өзі аққудай деп ойлаймын. Сонымен жауап дұрыс айтады, хлор, бром, йод. Міне 7-ші топта фтор, хлор, бром, йод элементтері, яғни галогендер орналасқан. Сондықтан 5-ші сұрақтың жауабы хлор, бром, йод болады. Мына жерде болмайды, бұлар 6-ші топ элементтері, мыналар 6-ші топ, мынау 6-ші топ элементтері. Келесі фтор, хлор, бром дейді. Қараңдар, бұлар 7-ші топ элементтері, бірақ мына фтор бұл заңдылыққа бағынбайды. Фтордың тотығу дәрежесі ол күшті тотықтырғыш, минус 1 күшті бейметал. Міне, күшті бейметал. Минус 1 тотығу дәрежесі әрқашан көрсететін. Келесі сұрақ. Табиғи қанышты 150-180 градуста қыздырғанда түзіледі. Біз балалар мынау қосылыстардың бірінші формуласын білуіміз керек. Сөндірілмеген әк дейді. Сөндірілмеген әктің формуласы ол кальций О. Яғни әктасты қыздырған кезде алынады кальций О. Әктастың формуласы кальций СО3. Алебастыр кальций С4 көбейтілген жарты молекула су. Кальций сульфиді, яғни кальций С. Кальцийдің жалпы қосылыстардың барлығын балдар біз құрылыста қолданамыз. Енді осы жерде бізде табиғи ғаныш. Ғаныштың формуласын білу керек. Ғаныш деген гипс, қазақша ғаныш деп аударған. Формуласы кальций С4 көбейтілген 2 молекула су. Түсі ақ түсті. Осы ғанышты жоғарғы температурада, яғни 150-180 градуста қыздырған кезде балалар кальций С4 көбейтілген жарты молекула су, яғни алебастыр аламыз. Алебастрдың енді түсі кішкене қоңырқай болады. Егер көрген болсаңдар 0,5 H2O және 1,5 молекула су ұшып кетеді. Сонымен жауап бізде не екен балалар? С. Дұрыс айтасыздар. С. Алебастр. Мына С. Келесі. Е220 консерванты дейді. Кәні жауабы қалай деп ойлайсыздар? Жалпы сұраққа жауап берген кезде осының үстінен консервант деген не екенін білесіздер ғой. Яғни дәмдеуіштер, иістенгіштер, яғни кез келген бір қосылыстардың, мысалы химиялық заттардың құрамын ұзақ сақтап отыру үшін. Мысалы сіздер ойлаңыздаршы, мысалы пакетированный сүт. Оны 6 айға шейін немесе 1 жылға шейін сақтауға болады. Ал кәдімгі сүт 1-2 күннің ішінде ашып кетеді. Яғни олардың ішіне не қосады екен? Сол жердегі бактерияларды өлтіретін осындай қосылыстар, консерванттар қосады. Кейбіреу түс береді, кейбіреу иіс береді, кейбіреу дәм береді. Енді осының ішінде біз білеміз қайсының консервант емес екенін. Яғни консервант емес, бұл жерде мына ас тұзы. Яғни бұл тамаққа қосасыздар, ешқандай да консервант емес. Сірке қышқылы. Қалғаны мына екеу қалды. Енді сіздер білесіздер, 11 класста бензол деген тақырыпта толуолды тотықтырып біз бензой қышқылын аламыз. Бензой қышқылы ол бізде Е210 деген консервант. Ол ит бүлдіргенде мүкжидектің құрамында болады. Сонда қалып отқан жауап күкірт диоксиді.
Күкірт диоксиді бұл балалар Е220 консерванты деп аталады. Мысалы қараңыздар, мына жерде бұны біз күкірт диоксидінің формуласы мінекей SO2. Суреттерге қарай қайда қосады? Міне шараптарға, сухофрукты. Сонда қараңыздар, өздеріңіз ойлаңыздаршы, сухофруктыға осы консервантты қосады, сонда сухофруктыды алған кезде, базардан сатып алған кезде, оны жуу керек екенін өздеріңіз көріп отырсыздар, иә? Яғни жаңа зеңдер, немесе көгеру болдырмай, осы заттардың құрамын ұзақ сақтап тұрады екен. Сонда біз бұл жерде жауап В күкірт диоксиді. Жарайсыңдар. Келесі 8-ші сұрақ. Сілтімен әрекеттескенде плюмбиттер және станиттер түзілетін қосылыстар, элементтер. Сонымен қараңдар, қорғасын, қалайы, дұрыс, бензой қышқыл консервант тамақтарға қосылады. Қорғасын, қалайы, германий, кремний бар екен. Енді осының ішінде қайсы деп ойлайсыздар? Мінекей, дұрыс Айымжан. Қорғасын. Қорғасын, жалпы бұны қалайда жаттауға болады? Бұлардың өзінің латынша атауы бар. Мысалы, қорғасынды не дейміз біз? Қорғасынды не дейміз біз? Плюмбум дейміз. Плюмбум. Қалайыны, мысалы, қалайы станиум дейді. Келесі. Кремнийді біз білеміз силициум дейді. Бұны латынша. Келесі, тағы не бар мына жерде бізде? Германия. Германийді біз германиум дейміз. Германиум. Енді өзі де көрініп тұр балалар. Егер элементтердің латынша атауын жақсы білетін болсаңыздар, сонда дұрыс айтады. Қорғасын плюмбиттер, қалайыны станиттер. Немесе станаттар, плюмбаттар дейді. Германаттар дейді, кремнийдікін силикаттар дейді. Жауап қорғасын мен қалайы. Дұрыс, барлығыңыз дұрыс жауап беріп жатсыздар. Өте керемет, жарайсыздар. Келесі тақырып сұрақ. Ториді альфа ыдырағанда түзілетін екі заты. Яғни сіздер химия курсынан білесіздер, радиоактивтілік деген тақырып бар. Сол жерде кейбір элементтердің қараңғыда өздерінен әртүрлі жарық бөлшектер шығаратын байқаған. Осы жерде альфа бөлшегін альфа деген ол жалпы гелийге тең. Гелий реттік нөмір 2, 4 қой. Гелийде 2 электрон, 2 протон, 2 нейтрон бар, иә? Протон мен нейтрон, ол білесіздер, ядрода болады, бұларды нуклон деп атайды. Енді қараңыздар, сонда альфа бөлшек дейді, 2 протон, 2 нейтроннан тұрады, оның заряды плюс 2, массасы 4-ке тең. Сонда ториді, Д дейді, ториді, яғни мына жерде 90, 234. Ыдыратқан кезде гелий түзіледі, 2, 4 қосу. Астында, яғни зат массасын сақталу заң бойынша сол жақта қосынды мен оң жақта қосынды тең болу керек. Сондықтан мына жерде бізде не болады? 88 болады. 88-ге 2-ні қосатын болсақ 90 шығып тұр. Ал мына жақта 230 болады. Сонда бізде жауап мына жерде не екен? Қай элемент екен? Радий. Өте керемет, радий. Барлығыңыз дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі. Мына реакцияны қарайық. Бидет PH3 плюс оттекте жаққанда фосфордың 5 валентті оксиді және су молекуласы түзілген. Берген реакция теңдеуіндегі тотықтырғыштың валенттілігі. Біз балалар бұл жерден тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты ажыратып алуымыз керек. Жалпы бірінші PH3 деген ол фосфин. Бұл фосфордың сутекті қосылысы. Оны міне плюс O2 түзіледі, P2O5 және су молекуласы. Сонымен теңестіріп жіберейік тотығу тозстану реакциясы бойынша. Сутектің тотығу дәрежесі плюс 1, фосфордікі минус 3. Өйткені фосфордың электр терістілігі сутектен жоғары. Оттектің тотығу дәрежесі 0, жай заттікі. Мына жерде фосфордікі плюс 5, оттектікі минус 2. Судікі плюс 1, наныкі минус 2. Енді қараңыздар, осы жерде тотығу дәрежесі өзгерген фосфор,
минус 3-тен плюс 5-ке шейін өзгерді. Оттегі 0-ден оттегі минус 2-ке шейін өзгерді. Енді келесі фосфор минус 3-тен фосфор плюс 5-ке шейін тотығу дәрежесін өзгертті. Қараңыздар, осы жерде фосфор тотықтырғыш па, жоқ әлде тотықсыздандырғыш па? Минус 3-тен плюс 5. Яғни тотығу дәреже көбейіп тұр. Плюс 5 көп қой, минус 3-тен. Бұл процесті біз тотығу процесі дейміз. Тотығу. Егер бұл тотығу процесі болса, көп оқушылар шатасып жатады. Тотығу процесі болса, бұл тотығу процесі. Значит, мынау біздің фосфорымыз оған қарама қарсы тотықсыздандырғыш болады, балалар. Тотықсыздандырғыш. Сонда қараңдар, қанша тотықсыздандырғыш не істейді? Тотықсыздандырғыш электронды береді. Қанша электронды берді? Минус 3, кейін плюс 5-ке қарай жүреміз. Минус 2, плюс 5-ке бар үшін минус 2 бар жолда. Минус 1 бар, 0 бар, плюс 1 бар, плюс 2 бар, плюс 3 бар, плюс 4 бар, плюс 5 бар. Енді кеттік. Минус 3-тен плюс 5-ке жету үшін жолда бірінші бір төмпешік пайда болды. Екінші төмпешік, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Сонымен мына жерде бізде 8 электрон екен. Яғни тотықсыздандырғыш ол 8 электронды беріп жіберді. Келесі оттегі 0-ден тотығу дәрежесін минус 2-ке шейін өзгертті. Екі жақта атом саны тең болу үшін, мына жақта оттек 2 ғой. Мына оттектің алдына 2 қойып қоямыз. Сонымен 0 минус 2 тотығу дәреже азайды. Солай ғой, тотығу дәреже азайды. Тотығу дәреже азайса, яғни бұл процесті тотықсыздану дейді. Тотықсыздану деген айырылып қалу деген сияқты. Тотықсыздану процесі болса, яғни оттегіміз біздің негізінен не болады? Тотықтырғыш болады. Сонда мінеке тауып алдық. Бізге осы оттектің валенттілігін сұрап отыр екен. Әрине білесіздер, дұрыс айтады, оттектің валенттілігі 2-ге тең. Бірақ енді біз ары қарай теңестіруді аяқтай салайық. Сонымен қосып алған мына жерде оттегі 0-ден минус 2-ге шейін өзгертті тотығу дәрежесін, яғни ол электронды тартып алды. Сонда 2 электронды тартып алды. Мына алдындағы коэффициентті көбейтеміз. Барлығы 4 электрон. Көрдіңіздер ме? Тотығу тостану реакциясында электронды қосып алып, өзінің тотығу дәрежесінен айырылып қалады екен. Мысалы, қазақта мақал бар ғой, ешкі не дейді, мүйіз сұрайым деп сақалынан айырылып қапты деген сияқты. Мынау тотықтырғыш электронды тартып алам деп, ол кезде энергия күш жұмсайды, өзінің тотығу дәрежесін айырылып қалды. Сонымен беріп жіберген және қосып алған электрондардың саны тең болу үшін, мына 8-ді төменгі жаққа жазамыз, балалар, 4-ті жоғарғы жаққа жазамыз. Одан олар қысқартуға болады 2 және 4 дейді. Сонда бізде не дейді? Фосфордың алдына апарып 2 қой дейді. Фосфор мына жақта 2 болып тұр, сондықтан мына жаққа 2 қоям. Фосфордың алдына 2 қойған кезде сутегім менің 6 болды. Сондықтан мына жаққа 3 қоям. Оң жақтағы оттекті санаймыз. Мына жерде оттегі 5-еу, мына жерде 3-еу, барлығы қанша? 8. Мынаның алдына, яғни мына жерде бізге өзі жаңа айтқан 4 деген коэффициентті қой деген. Міне қойдық. Сонымен реакциямыз біздің балдар теңесті. Ал сұрақтың жауабы, дұрыс жауап бердіңіздер, С жауабы. Мінекей, С жауабы. Келесі кеттік ары қарай. Жасанды қан алу реакциясы дейді. Сұраққа қараймыз. Сұраққа қараған кезде бірінші, егер бұл сұрақ қиындық тудыратын болса, бірінші түзілген заттарды қараймыз. Жасанды қан. Қанның түсі әдетте қызыл ғой. Енді мынау Толлинс реактиві, бұның түсі түссіз. Сондықтан бірден бұны сұрақтан алып тастау керек. Ал мыстың тұздары, яғни көк түсті. Бізге қызыл түс керек болып тұр, балалар. Бұны да алып тастаймыз. Енді келесі 2 жауап қалды. Яғни мына тұрған калий 4, феррум, сиян 6 деген бұл сары қан тұзы. Атынан айтып тұрғандай, бұның түсі сары. Сонда бізде жауап мынау. Мына бізде темір радониді, немесе темір тиоцианаты дейді, 3 валентті. Бұны көбінесе мынау киноларда, кино түскен кезде жасанды қан алу кезінде қолданылады екен. Мысалы, феррум хлорүшті, көбінесе біз мектепте оқушыларға көрсетеміз тәжірибе ретінде. Феррум хлорүшті мынау неге білегіңе жағып,
пышаққа жайлап нетіп атсақ, осы калий тиоцианатын батырып қолыңызға сызатын болсаңдар, кәдімгідей қан шығады. Сондықтан бұның жауабы В. В жауабы. Келесі сұраққа келейік. Мына ацетилен, мынау ацетилен сутекпен қосылып этан түзіледі. Бұл енді бізде гидролену реакциясы. Солай ғой. Гидролену реакциясы, мына жерде біздің теңестіріп қойсақ, реакция жабық ыдыста жүріп, жүйеде тепе-теңдік орнаған кезде көлемді артса, тепе-теңдік қайда қысады дейді. Жалпы біз химияда Ле Шателле принципі бар, тепе-теңдікке әртүрлі факторлар әсер етеді. Соның ішінде тепе-теңдікке әсер ететін концентрация, температура және қысым. Осы үшеуі, яғни тепе-теңдікке әсер етеді. Енді қараңыздар, мына жерден сұраққа қарап отырып, балалар, кейбір жауаптар сұрақтың ішінде тұрады. Мысалы қара, этанның түзілу бағыты, өнімнің түзілу бағыты. Бұл өнім бізде этан, екеуі бір сөз. Сондықтан біз автоматически мына екеуін алып тастаймыз. Енді реакция жабық ыдыста жүріп, жүйеде тепе-теңдік, мына екі сұрақ А мен С бір-бірін қайталап отыр. Жабық ыдыста жүріп, жүйеде тепе-теңдік орнаған кезде көлемді артырса, тепе-теңдік қысады дейді. Жалпы көлемді арттырған кезде қысым төмен түседі. Қысым азаяды. Қысым азайса, сіздер білесіздер, қысым азайса, тепе-теңдік газ молекуласының көп жағына қысады. Мына жерде газ молекуласына жерде 1 моль, мына жерде көріп отырсыздар 2 моль, барлығы 3 моль. Яғни 3 моль. Ал мына жақта бізде қанша? 1 моль. Сонда газ молекуласы бізде сол жақта көп. Яғни бізде қысым төмен түсіп тұр. Қысым төмен түссе, газ молекуласының көп жағына қысады, сонда тепе-теңдік былай қарай қысады. Сонда бұл, мына керісінше, бұл этанның айырылу бағыты болып есептеледі. Ацетиленнің гидролену тоже болмайды. Ацетиленнің гидролену болса, ол оң жаққа қысу керек. Сонымен жауап С дейді. Міне, Гүлмарал дейді. С. Жауап С болады. Б болмайды. С деппін ғой. Д болады. Д. С емес. Д. Міне жақта сіздердің С дегендеріңізді қарап С деп атырмын ғой. Д. Айырылу бағытына. Келесі. Хромның тұрақты қосылысы. Яғни бұл 11-ші класста ауыспалы металдар деген тақырып бар. Сол жерде. Хром бұл ең қатты металл. Мынау шыны кескіш бар ғой, стеклорез дейміз. Шыны кескіштің басында осы хром металы болады. Хром жалпы +2, +3, +6 деген тотығу дәрежелерін көрсетеді. Енді мына сұраққа қараймыз. Сұрақтан біз тотығу дәрежелерін табайықшы кәнекей. Бірінші, мына жерде оттектің тотығу дәрежесі -2, хромдық X белгісіз. 2-ні 3-ке көбейтем 6, 6-ны мына жерде 1-ге бөлем, сонда мына жерде +6. Келесі, мына жерде оттегі -2, әдеттегідей, мынау +2. Мына жерде хром +2, мынау -1. +3, -2. Сонымен осы жерде 1-2 сұрақты автоматически алып тастауға болады. Қайсы деп ойлайсыздар? Әрине, бұл жерде қайталанып тұрған, мінекей қайсы? В мен сын алып тастаймыз. Өйткені мына жерде +2, +2. +6 мен +3 қалады. Яғни хромның осы +3 деген тотығу дәрежесі бар қосылыстары өте тұрақты болып келеді. Жауап Д. С дей алмаймыз, себебі С мына жерде +2, +2 қайталанып тұр. Келесі есеп. 50 грамм мыс нитратын ыдыратқанда 13-44 литр газдар түзіледі. Мыс нитраты, сонымен мыс нитраты купрум, мыстың эквиваленті нитраты купрум NO3 екеселенген, яғни азот қышқылының тұздары ыдыраған кезде айырылады, яғни олардың белсенділігіне қарай купрум О, купрум оксиді түзіледі, NO2 газ түзіледі және O2 түзіледі. Енді келесі теңестіріп қояқ, реакцияның алдына 2 қоямыз. 2 қоямыз, азот, мына жерде 4 ма, мына алдына 4 қоямыз. Сонымен реакцияға үшін оттегіміз 3, 2, 6 ғой, 6-ны 2 көбейтем 12. Мына жерде 2 бар, мына жерде 8 бар, 12 тең. Сонымен кеттік, 50 грамм мыс нитраты, мынау 50 грамм.
яғни 50 грамм мыс нитраты. Ыдыраған кезде 13-те 44 литр газдар түзілді дейді. Көпше түрде айтып отыр, газдар. Газ, мына екеу газ ғой. Бұл екі газ 13-те 44 литр. Енді біз астына жазамыз, мынау кез келген газ қалыпты жағдайда 22,4 литр көлем алады. 22,4-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 89-да 6 болу керек. Ал мына жерде 1 моль болғандықтан 22,4 литр, бұларды біз қосатын болсақ 112 литр. Енді мына жерден купрамен OH2-нің емерін табамыз. Купрамен OH2-нің емері салыстырмалық молекулалық массасын есептесеңіздер болады. Яғни көрсетіп жіберейін, мүмкін емерді табылмайтын оқушылар бар шығар. Мына жақшаның ішінде азот 14 қой, оттегі 16. 16-ны 3-ке көбейтсем 48, 48-ге 14-ті қосамын. Одан кейін оны жақшаның сыртында 2-ке көбейтемін. Сонда және оған мен мына жердегі мыстың атомдық массасын қосам, сонда 188. 188-ді алдындағы 2-ге көбейтемін, сонда 376. Енді осы жерден біз тауып алайық, теориялық таза қанша мыс нитрат екен. X-тен пропорциямен де мольмен де шығаруға болады. 376 көбейту 13-те 44 бөлемін 112 литрге. Сонда 376-ны көбейтемін 13-те 44 бөлемін 112-ге. 45-те 12 шығады екен. 45-те 12. Енді қараңыздар, 45-те 12. Есептің шартында былай деп тұр екен. Қоспаның массалық үлесі. Жалпы бұл техникалық үлгі бізде 50 грамм. 50 граммның ішіндегі таза мыс нитраты 45-те 12 грамм екен. Біз қоспаны тауып алуымыз керек. Сонымен 50-ден 45-те 12-ні аламыз. Яғни 4-те 88 грамм. Енді келесі 4-те 88 грамм. 4-те 88 грамм бұл қоспа. Келесі енді есеп әлі біткен жоқ, оның бізге массалық үлесін сұрап отыр. Массалық үлесін табу үшін не істейміз? Бізде бастапқыда 50 грамм етін техникалық үлгіміз. Бұны техникалық үлгім менің 100%. Соның ішіндегі қоспам қанша пайыз? Яғни 50-ді көбейтемін 4-те 88-ге бөлемін 100-ге. Мына жерде қателесіп кетіппіз ғой. Сонымен бізде 4-те 88-ім менің массалық үлесті қанша пайыз? X пайыз. Осы жерден X-тен қанша болады балалар, есептеңіздер? 9-да 76 пайыз дейді. Сонда жауап мекенау Д варианты. Сонымен жауап бізде Д варианты болды. Сонда мыс нитратын құрамындағы қоспаның массалық үлесі 9-да 76 пайыз. Ал ар жақта таза заттың массасы қанша десе, 100-ден осы 9-да 76-ны алып тастасаңыздар, 90-да 24-ті де қосып қойыпты. 90-да 24 ол мыс нитратының массалық үлесі. Келесі есеп. Алюминий карбиді мен кальций карбидінің 38,4 грамм қоспасына су қосқанда 16,8 дециметр газ бөлінді дейді. Молекулалық массасы ауыр газдың көлемдік үлесі. Сонымен бұл химияда көп кездесетін реакциялардың бірі алюминий карбиді. Алюминий карбидіне алюминий 4С3 су қосамыз, H2O. Интернет дұрыстап жатыр ма? Нестабильный деп шығып жатыр. Алюминий OH3 және метан деген газ түзіледі. Метан газы. Осы жерден алюминий 4 болған тамның алдына 4 қоясыздар. Көміртегі 3 алдына 3 қоясыздар. Оң жақта сутегі мына жерде 12, мына жерде 12, 24, 24-нің алдында 12 қоясыздар. 12. Келесі кальций карбиді. Кальций карбидіне су қосамыз. H2O. Түзіледі кальций гидроксиді және ацетилен. Ацетилен түзіледі.
мына жерде теңестіріп қоямыз, алдына 2 қоямыз. Сонымен келесі мына жерден міне мен ойбай. Сонымен қара ручканы алып алайын. Алюминий мен кальций карбиді мына екеуі 38-де 4 грамм қоспа. Бұларды екеуін суға қосқан кезде газдар бөлінген. Қанша газ? 16-да 8 дециметр куб. Осы жерден біз сразу молін тауып аламыз. 16-да 8-ді 22,4-ке бөлеміз. Жақсы. 22-де 4-ке бөлетін болсақ, осы жерден 0,75 моль шығады. 0,75 моль. Енді жүйе құрамыз. Мына жерде балалар алюминий карбиді қазір бізде алюминий карбидін біз X деп аламыз. Егер алюминий карбид X болса, метан сәйкесінше 3X. Кальций карбиді Y болса, 1 моль ғой. Ацетиленде 1 моль, бұл Y. Бұлардың емерін табамыз. Алюминий карбидінің емері қазір 27-ні көбейтемін 4-ке, қосамын 12-ні көбейтемін 3-ке. 144 екен. 3-ке 144 екен. 144. Мынау 144. Мынау по-моему 64. Енді жүйе құрамыз. Сонымен 144X 144X плюс 64Y. Осылардың барлығы екеуі 38-де 4-ке тең. Келесі мына жақтан 3X қосу Y тең 0,де 75 моль. Енді біз жерден бізде X пен Y-дің біреуінен құтылу керек. Айзере қалайсың? Жағдай қалай, Айзере? Красавица. Келесі осы жерден, яғни молекулалық массасы ауыр газ бұл ацетилен. Сондықтан біз ацетиленді Y-ді қалдырайық. X-тен құтылу үшін астын қаншаға көбейтеміз? 48-ге көбейтеміз. 48. Сонымен ары қарай кеттік. 144X бірінші жүйе 64Y тең 38-де 4. Келесі астын көбейтеміз. 144X болады. 48Y болады. Және 48-ді мольға көбейтеміз. 0,75-ке көбейтеміз. Сонда 36 болады. Тең 36. Осы жерде X пен X қысқарады. 64-тен 48-ді аламыз. 16Y. 16Y тең 38-де 4-тен 36-ны алсақ 2,4 болады. Y-тен 2,4-ті 16-ға бөлсек 0,15 моль. Сонымен бізде не сұрап отыр? Көлемдік үлес сұрап отыр. Яғни көбейтемін 22,4-ке. 0,115-ті көбейтемін 22-де 4-ке. 3-те 36. 3-те 36 литр. Сонда жалпы көлемдік үлесті табу үшін фи тең 3-те 36-ны бөлемін 16-да 8-ге. Көбейтемін 100-ге. Сонда 3-те 36-ны бөлемін 16-да 8-ге. Көбейтемін 100-ге, яғни 20% шығады екен. Сонда қоспаның құрамындағы молекулалық масса ауыр газдың түзілген кездегі газдардың, яғни ауыр газ ацетилен көлемдік үлесі жауабы 20. Жауабы 20 В. GG В деп жазыпты. Жақсы. Келесі есеп. Массасы 9 грамм алюминий мен мыс қоспасының тұз қышқылмен өңдегенде 5,6 литр қалыпты жағдайда газ алынды. Қоспадағы мыстың үлесі. Енді бұл жерде біз балалар мына қатарды білуіміз керек. Бұл қатарды Николай Николаевич Бекетовтың электрохимиялық кернеу қатар дейді. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде барлығы металл. Тек қана ішінде бір ғана бейметалл бар, сутегі.
Бұл не деген сөз? Яғни сутекке дейінгі орналасқан металдар қышқылдармен әрекеттескенде, сұйытылған қышқылдармен әрекеттескенде күкірт қышқылы мен тұз қышқылымен сутекті бөліп шығады, ал одан кейінгілер сутекті ығыстыра алмайды. Сонда қарап отырсақ, мына жерде алюминий сутекке дейін тұр, ал мыс болса сутектен кейін тұр. Сонда реакция мыспен реакция жүрмейді екен. Бұны бір жүйелі қоспа есебі дейді. Ал алюминиймен жүреді. Алюминий плюс H хлор түзіледі. Алюминий хлор 3 плюс сутегі газы. Реакцияны міндетті түрде теңестіріп қоямыз, е? Мына жаққа 6, мына жаққа 2, мына жаққа 3. Келесі, енді мыстың массалық үлесін сұрап отыр. Біз мыс реакцияға түспегендіктен алюминий арқылы табамыз. Яғни 5,16 литр газ мынау. Пропорциямен сұрасылайық. Кез келген газдың 1 молі 22,4 литр көлем алады. 3-ке көбейтемін, 67,2 литр. Мынаның астына X деймін, үстіне астына алюминийдің мері 54. Осы жерден, яғни былай таба саламыз. X тең, сонымен 54-ті көбейтемін, 5,6-ға бөлемін 67-де 2-ге. X-іміз біздің 4,5. Сонда бастапқыда қоспа қанша грамм еді? 9 грамм етін. Ал осы жерден біз мыстың массасын тауып аламыз, е? Мыстың массасын табу үшін 9-дан аламыз 4,5-ді. Түзіледі 4,5. Бұл да 4,5 грамм екен. Сонымен бастапқыда қоспа 9 грамм етін. 9 граммымыз біздің 9 грамм бұл 100%. Соның ішінде 4,5-мыз біздің қанша пайыз? Белгісіз. Есептеп шығарамыз, яғни қанша? 50% дейді. Сонда жауап бізде сонда 50%. Жауабы Е. Келесі ары қарай кеттік. Белгісі тұзды жаққан кезде карминді қызыл түсті жалынмен жанады. Тұздың формуласы. Кәнеке еске түсірейік, сіздер бұты курсына қатысқан оқушылар міндетті түрде анау 9 кластың бастапқы жағындай мектеп программасында осыны сіздер өтесіздер. Енді мен сіздерге көмектесейін, яғни мына жалынның түстеріне қараңыздар. Мінекей литийдің осы жерде бізге карминді қызыл дейді. Енді қызыл деген уже білесіздер ғой. Қызыл біз жерде бізде былай қарап тұрсаң, мына үшеу ғана, е? Біреу мынау литий, кальций, стронций дейді. Келесі, мына жерден қазір қызыл ручка болайын. Сонымен яғни карбинді қызыл стронций ма дейді. Айымжан қалайсың дейді, яғни біздің қыздар Айымжан қалайсың десе. Сонымен бізде мынау барийдің тұздары жалынды жасыл түске бояйды, сары жасыл түске. Калийдікі К күлгін, осы ұмытпаңыздар. Натрий сары түске бояйды. Енді мынаның ішінде литий жоқ, мынау болмайды, сонымен мына екеуі. Енді мынау кальцийдің тұздары жалынды қызыл кірпіш түске бояйды. Ал стронцийдікі Айымжан дұрыс айтып отыр, карминді қызыл. Карминді деген сөз, ол шымқай деген сөз. Шымқай қызыл. Дұрыс жауап сонда бізде не болды? Д. Келесі. Реакцияның жылдамдығының температура коэффициенті 3-ке тең 50 градуста 2 минут 15 секундта реакция аяқталса 70 градуста аяқталатын уақыт дейді. Енді бұны бір логикалық жолмен шығару жолы бар. Мысалы қараңдар, бастапқыда 50 градус еді, не? Енді бізде сұрап отыр 70 градусты. 50 градусқа қарай бару үшін жолда бізде не бар? 60 градус бар, не 70 градус бар. 50 градуста 2 минут 15 секундта аяқталады екен. 2 минутты біз общий секундқа айналдырып аламыз, яғни 120, 135. 50 градуста 135 секундта аяқталады. Яғни Ванковтың ережесі бойынша химия реакцияның жылдамдығын температураны әрбір 10 градусқа көтерген сайын реакцияның жылдамдығы 2-4 есе артады. Сонда қараңыздар, 60-70 дегенде 135-тен жоғары нетпейді, керісінше нетеді, тездете бастайды.
тезірек жүреді температураны көтерген сайын. Енді бізде мына жерде температура коэффициент 3 болғандықтан біз оңай жолы бар. Мына 135-ті 3-ке бөлесеңдер 45. Келесі 45-ті тағы да 3-ке бөлеміз 15. Сонда 15 секунд. Егер балалар мына жерде 2 деп берілсе, температура коэффициент 2-ке тең десе, онда 2-ке бөлеміз. Яғни мен сіздерге қазір логикалық жолмен және формуламен де шығару жолы бар. Келесі кеттік ары қарай. Хром плюс 6-ға сәйкес келетін электрондық конфигурация дейді. Жалпы хром, жаңада хром екен, хром бізде химиялық элементі 24. Оның электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1 болады и 3-5 болады. Неге s2 болмайды? Қалай ойлайсыздар? Неге 4s2 емес? Қалай ойлайсыздар? Себебі біз білеміз, себебі хром менен мыста электронның құлауы деген болады. Электронның құлауы. Яғни мына жердегі электронның құлауы S2-дегі бір электрон D-ға қарай құлайды. Мәне, сонда электронның конфигурациясы осы. Ал енді плюс 6-ға сәйкес келетін. Плюс 6 деген сөз 6 электронын бер жіберді. Сонда енді соңғы жақтан береді электронды, бастапқы бас жағынан бермейді. Соңғы жағынан мына жерден 5 электрон кетсе, мына жақтан 1 электрон кетсе, сонымен 6 электрон кетті. Не қалады мінекей, мынау қалады? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Сонымен жауабы қайсы? Сәлематсыз ма, Бақкелді, қалайсың? Жағдайларың қалай? Шұғылады, біздің шұғылама деп отырмын. Сонымен қайсы деп ойлайсыздар? Яғни жауап В. Тура осы электрондық конфигурация санасақ мына жерде 10, 18. Яғни аргон деген элементтің конфигурациясына сәйкес келеді екен. Бұндай да бұл да сұрақ болады. Мысалы, мынау плюс 6 электрондық конфигурациясы қай атомның несіне сәйкес келеді, конфигурациясына сәйкес келеді деген сұрақ. Келесі сұрақ, кеттік ары қарай. Енді бұны біледі деп ойлаймын, мысалы, жалпы былай. Мысалы, бір сұрақ қойып жүрейінші сіздерге. Хлор, мысалы, -1 электрондық конфигурациясы бар. -1 десе, яғни хлордың реттік нөмірі бізде 17 ғой, ол кезде ол 18 болады. -1 деген сөз бір электрон тартып алады, 18 болады. Тура осы кезде де хлордың электрондық конфигурациясы аргонның конфигурациясына сәйкес келеді екен. Келесі есеп. Массасы 31,2 грамм бензолдан дейді. Бензолдың формуласы С6H6. Бром бензол алды. С6H5 бром. Кәдімгі реакцияны жазайық. Бензолдың формуласы С6H6 қосылған бром 2. Яғни осы жерден орын басу реакциясы жүреді. С6H5 бром қосу С6H5 бром қосу H бром. Мәне. Енді бөлім шыққан газ дейді. Яғни бөлім шыққан газ мынау болып тұр ғой, бромсутек. Бөлім шыққан газды сіңіру үшін дейді 10% натрий гидроксидінің ерітіндісі дейді. Сонымен кеттік ары қарай. H бромға біз қосамыз. H бром қосу натрий OH. Түзіледі. Натрий OH, түзіледі натрий бромиді және H2O. Ал сонымен кеттік ары қарай енді. Келесі. Мына жерден басқа ручканы алайын. Терге түсінікті болсын қаран алайын, Сонымен кеттік. Мына жерде бензолымыз біздің 31-де 2 грамм. 31-де 2 грамм. Ал бензолдың молярлық массасы ол 78-ге тең. 78-ге. Осы жерден біз балалар
78-ге тең. Бензолдың зат мөлшерін тауып алсақ, С6H6 31-де 2-ні бөлемін 78-ге. 31-де 2-ні 78-ге бөлетін болсам, 0,4 моль. Яғни қараңыздар, мынау 0,4 моль. Сонымен бензол 0,4 болса, егер мынау 0,4 болса, мынау да 0,4. Бұрын сутекте. Мына жерде 1 моль, 1 моль. Мынау да 0,4 моль, астында 1 моль. Сөйтіп бірінші натрий гидроксидінің массасын тауып аламыз. Яғни 0,4-ті көбейтемін 40-қа. Сонда массасы бізде қанша екен? 16 грамм екен. Енді бізде көлем сұрап отыр. Бізде мынандай формула бар етін. Ро тең. Ұмытып қалсаңыздар қалай сақтаймыз? Жүректің суретін саласаңыздар. Сөйтіп ортасынан бөле сал. Сонда не шығады? Ро тең масса. Массаға ұқсайды осты. Бөлінген көлем. Мен дұрыс саламадым жүректің суретін. Осы жерден біз көлемді табамыз. Көлемді табу үшін массаны тығыздыққа бөлеміз. Бізде массамыз қанша шықты? 16 шықты. Тығыздығымыз міне аяқта тұр. 1,1 шықты. Тең 16-ны 1,1-ге бөлейік. Сонда бізде мынандай сан шығады. 14 үтір 54 дейді. Енді бізде не бар? Бұл 10%. 10%дық деп тұр. Значит, бұл 10% болса, ертіндіміз 100% болады ғой. 100%. Сонда жауабы X тең 145-те 45 миллилитр дейді ғой. Яғни 45 тағы да артында 45 бар екен. Сонда жауабы бізде С. Жауап С. Келесі. Судың жалпы кермектігін жою үшін қолданылатын реагент. Жалпы кермектік деген не? Кермектік деген ол балалар жесткая вода. Кермектік деген ол суда кальций мен магнийдің тұздары болады. Мысалы, сіздер шайнекке су құясыздар, шай қайнатасыздар, краннан алып шай қайнатасыздар, бірнеше күн, бірнеше айдан кейін шайнектің ішінде қақ қалады. Ол қақ қайдан келді? Қақ ол судың ішіндегі тұздар, кальций мен магнийдің тұздары. Ол тұздар қайдан келді? Ол тұздар жер қыртысындағы тұздар. Осы кермектікте, кермек суда шашымызды жусақ дұрыстап ашылмайды. Кермек суда көкөністер, жемшелектер, ет нашар піседі. Кермек су кейбір стиральный машиналарды көрсетіп атады ғой. Сындырады, яғни қақ тұрып қалса. Сондықтан кермектікті жою үшін, кермектіктің жалпы екі түрі бар. Ол біріншісі уақытша кермектік, уақытша кермектік, екіншісі тұрақты кермектік. Мынау уақытша кермектікті жою үшін, мысалы, атың айтып тұр, өзі уақытша деп. Суды қайнату арқылы жууға болады. Мысалы, суды алып, қайнатпай басыңды жуып көр, сосын қайнатып жуып көр. Сонда қайнаған суда кір жақсырақ, сабын жақсырақ көпіреді, жақсырақ ашылады. Уақытша кермектікте кальций карбонаты, магний карбонаты, кальций гидрокарбонаты, магний гидрокарбонаты деген тұздар болады. Ал тұрақтыда осы кальцийдің хлоридтері, кальцийдің сульфаттары, мінекей магний хлориді және магний сульфаты. Көрдіңіздер ме? Сонда балалар осы мына тұздар болатын болса, ол тұрақты кермектік. Ал мына тұздар болса, уақытша кермектік. Кермектікті жоюдың бір түрі, мысалы, суды қайнату. Міне, судың ішінде, мысалы, кальций гидрокарбонаты тұзы бар деге. Осы суды қайнатқан кезде шайнектің түбінде, мінекей қараңдар, ақ түсті қақ қалады. Шайнекке жабысады. Онан кейін СО2 ұшып кетеді. Сонымен тыстың ішінде міне таза су қалады. Кермектік жойылды. Сонан кейін қазіргі таңда жалпы кермектікті жою үшін қолданылатын универсальный метод деді ғой қазіргі кезде. Енді біз мысалы қаладағы бүкіл елдің суын кермектігін жою үшін біз оның бәрін қайнатып отпаймыз. Оған көп энергия жұмсайды, көп отын керек. Сондықтан көп жағдайда натрий ортафосфаты.
натрий орта фосфатты қолданамыз. Жауап осы. Келесі кеттік ары қарай. Галогендердің кристалдық торы. Галогендер, балалар, сіздер білесіздер. Галогендер бұлар 7-ші А топ элементтері. Фтор 2, хлор 2, бром 2 және йод 2. Қарап отырсаңдар, галогендердің біз формуласын, яғни молекула күйінде жазамыз. Осы жерде сіздер білесіздер, кристалдық тордың мінекей өз жазылып тұр, 4 түрі бар дейді. Металдық кристалдық тор әрине металдарда болады. А иондық кристалдық тор иондық қосылыстарда, мысалы ас тұзында. Атомдық кристалдық тор қатты заттарда. Атомдық кристалдық тор. Молекулалық кристалдық тор, атынан айтып тұр, мінекей, молекула күйінде кездеседі деп айтып отырмын ғой. Значит, молекулалық кристалдық тор. Д жауабы өте жақсы. Келесі. Сұйытылған азот қышқыл мен мыс арасындағы реакцияның жалпы коэффициенті. Жалпы купрум мыс сұйытылған азот қышқылмен әрекеттескен кезде концентрлерде NO2 деген газ түзіледі, қоңыр түсті. Ал сұйытылғанда купрум NO3 еселенген, оның кейін NO және H2O түзіледі. Енді осыны сіздерге теңестірудің оңай бір жолын көрсетейін. Ешқандай бізде немет жаңағы теңестіру қиын болуы мүмкін. Осы кезде тотығы тозсану процесінің бір жақсы жері оңай тез теңестіре аласың. Ал екінші өз бетінше теңестіре алмай жатсаң, енді екінші сол тотығы тозсану жазбай-ақ теңестіруге де болады. Қалай? Мысалы, мына жерде купрум мен купрумның тотығы дәрежесі өзгеріп тұр. 0-ден +2. Солай ғой, NO3 -1, мына 2. Енді бұл жерде өзгеріп тұрған азот қышқылынікі тотығы дәрежесін біз қалай табамыз? Білеміз, жаңада бір сабақ неде көрсетіп жібердім. -2 оттегі тұрақты, мынанікі +1. 2-ні 3-ке көбейтемін 6, 6-тан 1-ді аламын +5. 2-ні 3-ке көбейтемін 6, 6-тан 1-ді аласам 5, +5. Мына жерде енді сәйкесінше +2. Енді қараңыздар, осы жерден купрум 0 +2, айырмашылық 2 электрон. Яғни оны біз купрумның алдына қоймаймыз, өзгеріп жатқан қосылыстың алдына қоямыз. Яғни мына NO-ның алдына қоямыз. Мына NO-ның алдына әзірге қоймаймыз, өйткені оның құрамында тағы сутегіміз бар. Сутегі мына жақта бар, тең қоймай қалады. Мына +5 пен +2-ның айырмашылығы 3 электрон. Сондықтан батыл түрде мына мыстың алдына қарама-қарсы беттегі мынаның алдына 3-ті қойсаңыздар. Болды, енді азот санаймыз. Азот мына жерде жақшаның ішінде азот 2. Біреу, сыртындағы 2 мен 2. 13-ке көбейтем 6. Мынақта 2 бар, 8. Сондықтан мынаның алдына апарып 8 қоямын. А мына жерде сутегім 8 болып кетті. Мына жаққа апарып 4 қоямын. Оттек санап көрейік. Мына жерде 8 жердегі 3-ім 24. Мына жерде 3 жердегі 2-ім 6, 6-ны 3-ке көбейтем 18. Мына жерде 18, мына жерде бізде 2, мына жерде 4. Яғни қанша? 24 теңесті. Енді біз коэффициенттерді санайық. 8-ге 3-ті қоссақ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 екен ғой. Жауап 20. Жауап В. Ол жауабы. Шуги дейді. Шуги деген шұғылау деймін. Өте керемет оқушылардың бірлері. Айымжан, Айзерені байқадым, бақ келді. 4 оқушымды таныдым. Келесі есеп. Мыс сульфаты ерітіндісінің массасы 160 грамм темір пластинканы салғанда оның массасы біраздан кейін 164,8 болды. Пластинка бетіндегі мыстың массасы. Мен негізі сентиментальная, түрім қатал болғанмен сентиментальная дейді ғой, өздері біледі балалар. Ана сендердің сөздеріңе жылап та қалуы мүмкін қазір. Сонымен мыс сульфаты. Мыс сульфатына темір пластинканы батырдық. Темір. Сол кезде реакция жүреді. Феррум S4, және купрум. Енді қараңыздар, жалпы мыс сульфаты ерітіндісі, мынау ерітінді. Мынаның ішінде мыс сульфаты бар. Купрум S4.
осы мыс сульфатына пластинканы батырған кезде ол пластинка темірден жасалған, 160 болыпты, 160 грамм екен. Ал біз оны сыртқа шығарған кезде ол 164-те 8 болды. Қараңыздар, анау мыс сульфатынан 4,8-і мына жаққа қарай өтіп кеткен ғой мыс. Бірақ осы жерде тек қана ол жабысып қана қалмайды, осы жерде салған темірде мынау былай қарай мыс жабысатын болса, ал мына жаққа ерітіндіге темір өтеді. Енді пластинка бетіне қанша, мына пластинканың бетіне қанша мыс қонды дейді. Енді бұл жерде мына теміріміз біздің 50, химия теміріміз біздің 56, мысымыз біздің 64, екі металдың айырмашылығы 8 болады. Енді мына жердегі пластинканың айырмашылығын табатын болсақ, 164-8-ден аламыз 160-ты. 4,8 болады. Осыны мына жерге жазып қоя саласыздар үстіңгі жағына. Осыдан пропорция арқылы мынаның массасын табасыздар. Яғни 64 көбейту 4,8 бөлемін 8-ге. Сонымен қонған мыс 38-де 4 екен. Пластинканың бетіне 38-де 4 грамм мыс қоныпты. Енді қараңыздар, осы жерде қиын есептің шартын өзгертейік. Қанша жаңа 38-де 4 грамм, қанша темір пластинка қанша қалды? Соны есептейік. Реакцияға түскен, яғни осы Y-ті табамыз, қанша реакцияға түсті. Y-ті табу үшін Y тең, мінекей, пропорциямен, мынамен құрамыз. Жаңа біз былай құрғанбыз. Y-ті табу үшін 56-ны көбейтемін 4,8-ге бөлемін 8-ге. Енді бұл есептің шартында бізде бұны сұрап тұрған жоқ, бірақ мен просто сіздерге түсіндіріп кетейін деп отырмын. 56-ны көбейтемін 4,8-ге бөлемін 8-ге. Сонымен мынау бастапқыда 33-те 6 грамм темір мына жаққа қарай өтіпті. Сонда бастапқыда пластинка 160 етін. 160-тен 33-те 6-сы өткен. Сонда минус 160 десек, темір пластинкадан 126-да 4 қалған екен ғой. Сол 126-да 4-тің үстіне мынау 38-де, қараңыздар, 38-де 4 мыс қонады. Сонда ең соңғы нәтиже дейді ғой. Соңғы нәтиже 164-де 8 грамм екен. Дұрыс жауап шығып тұр. Сонда егер есептің шартында қанша темір пластинка реакцияға түстесе, яғни 33-те 6 дейсіздер, 33-те 6. Сонымен қалғаны 126-та 4. Келесі ары қарай кеттік. Массасы 120 грамм темір сульфатын дейді. Темір сульфат. Енді бізде химияда кішкене ұзағырақ болады, бізде есептеріміз көбірек болады, басқасы ауызша сабақ емес қой бізде. Феррум С4-ті біз натрий OH пен реакцияға түсірейік, натрий OH. Осы жерден міне сілтімен әрекеттесті дейді, түзіледі бізде феррум OH2 және натрий сульфаты, натрий 2SO4. Үш сульфат екен ғой, 3 валент екен. Феррум 2, кешіріңіздер, феррум 2SO4 3 екен ғой. Мына жерде онда 3 болады, қоңыр түсі тұнба түзіледі. Енді реакцияны теңестірейік, мына жаққа 2 қоямыз. Мына жақта 3 қоямыз, мына жаққа бізде 6 болады. Келесі, мынау феррум OH3 деген ол ерімейтін негіз. Жалпы ерімейтін негіздердің сілтілерден айырмашылығы, оларды жоғарғы температурада қыздырған кезде 2 түрлі оксид түзіледі. Енді сәйкесінше мына 3 валентті темір болғандықтан сәйкесінше 3 валентті оксид түзіледі. Енді 2 валентті оксид түзілмейді және су түзіледі. Теңестіріп қоямыз, мына жаққа 2 қоямыз, мына жаққа 3 қоямыз. Реакциямыз теңесті. Кеттік ары қарай. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен ручканың түстерін ауыстырып отырмын. Мына жерде мынау бізде 120 грамм феррум сульфаты, шатаспасам, по-моему, бұл 400 грамм. Есептеп көріңіздер, MR 400. Осы жерден бізде не дейді? Оксидтің массасын сұрап отырмын. Оксид мына жақта. Енді 120, біз моль табайық. Тағы да бір есептей салайыншы. 32 қосу 64, көбейтемін 3, қосам 112, 400 екен. Енді осы жерден молін табайық. Темір сульфатының молін табу үшін
феррум 2 есе 4 3 еселенген молын табу үшін біз не істейміз? 120-ны 400-ге бөлеміз. Осылай бөлесеңіздер. 120-ны 400-ге бөлетін болсақ, бізде 0,3 моль шығады. Яғни бұл бізде 0,3 моль. 0,3. Сонымен қараңыздар, мынау бізде темір сульфаты 0,3 моль болса, мына жерде 1 моль ғой, мынау 2 моль. Мынау 0,3 болса, мынау сәйкесінше 0,6 моль. Екеселейміз. Мынау 0,6 моль болса, мынау сәйкесінше мынау 2 моль ғой, мынау 1 моль. Мынау 0,6 болса, мынау соның жартысы 0,3 моль. Енді оксидтің массасын табайық. Масса феррум 2O3-ті табу үшін не істейміз? Біз зат мөлшерді көбейтеміз молярлық массаға. 0,3, анау по-моему 160. 0,3-ті көбейтеміз 160-ға. Сонда мына жерде жауап 48 дейді. 48. Сонымен бізде балалар жауап 48. Бұл сұрақта есте сақтау керек, яғни ерімейтін негіздердің айырылу реакциясы. Ерімейтін негіздер айырылған кезде екі түрлі оксид түзіледі. Көріп болсыздар, темірдің 3 валенті оксиді және су молекуласы. Келесі кеттік ары қарай. Жұмбақ есеп келесі, енді жұмбақ есеп. Былай дейді. Бұл осы ұбытыда келген осы майма, май, үйін айында келген не болу керек? Жұмбақ есеп. А заты дейді, А циклды қаныққан көмірсутек. Алюминий хлор қатысында В тармақталған көмірсутекке айналады. Келесі, алюминий хлор қатысында дейді. В затын 600 градуста, яғни алюминий оксиді, хром оксид қатысында дегидрлеп деген сутекті бөліп тастау. С затына айналады. Полимерленіп табиғи көксағыз. Міне осыған қараймыз, көксағыз. Бізде жалпы қаныққан көмірсутектер изомериясы бар. Ол қаныққан көмірсутектердің изомериясы көміртек қаңқасы бойынша изомерлену алюминий хлориді қатысында. Бұл жерде бізде бутанда изомерлену мүмкін, Н-бутан, пентанда изомерлену мүмкін. Енді бұл жерде көксағыз дегендіктен көксағыздың формуласын еске түсіреміз. С5H8, яғни ол полимер, осыртынан N дей салайық. Бұл, значит, бізде пентан. А заты, міне А заты, бұл пентан. Пентан болғанда N-пентан. Нормальды пентан. Яғни кеттік. Нормальды пентан. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл нормальный пентан. CH3, 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 CH2, 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 CH3, N-пентан. Бұл бізде алюминий хлориді қатысында изомерленген кезде изопентан түзіледі, изомері. Яғни изомер деген ол молекулалық формуласы бірдей, бірақ кеңістікте орналасу және қасиеттері өзгеше заттар. 1, 2, 3, 4. CH3, міне изомерленеді. CH3, CH, CH2 және CH3. Мынау бізде түзілген зат балалар, мынау N-пентан, N-пентан. Мынау бізде изопентан. Нақтырақ айтатын болсақ, 2 метил бутан. 2 метил бутан. Келесі, осы жерден 2 метил бутан. Жалпы пентанның 3 изомері бар, N-пентан, изопентан және неопентан деген. Енді осы жерден бізде, сонда бізде В заты изопентан екен. Немесе 2 метил бутан. Нақтырақ атын жазатын болсақ, 2 метил бутан. Ары қарай бұл 2 метил бутан дегидроленеді дейді. Дегидроленеді, яғни сутек С затына айналады. Дегидроленеді. CH3, бірден жазылай, CH3, CH2, CH3. Гидроленіп, біз білеміз, негізгі көксағыздың құрамы 2 метил бутаден 1,3-тен тұратындығын. Сондықтан енді мен бірден жаза салайын. 1, 2, 3, 4. CH3,
міне 2 метил бутадиен 1,3. Мына жерде SH2 болады. SH2 болады және SH3. Сонда бізде мына затымыз, сіздер де есте сақтап отырыңыздар, С затымыз біздің 2 метил бутадиен 1,3 немесе изопрен дейді. Изопрен. Енді изопрен жинақтап жазсай, С5H, мына жерде 6, 7, 8, мына жерде 2 болады, қатырыңыз, 2 болады. 3, 4, 5, 6, 7, мына жерде бірінен артық жазып қойыппыз ғой. Сонымен кеттік, мынау 2 болады, балалар. Мына жерде жоқ, 1, 2, 3, 4. Келесі, осы С5H8, яғни изопрен полимерленіп, С5H8N деп жаза салайын. Бұны енді тармақтап жазып көрсетуге де болады. Жазсы десеңіздер, жазып бере аламын. Жазып көрсетейін. Яғни 2 метил бутадиен 1,3 SH3 SH2. Осы жерден қараңыздар. Бұлар полимерленіп, басқа ручка алайын мына жерден. Мынау байланыс, мынау байланыс, мына жер үзіледі. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп ортаға мінекей SH2 қос байланыс түседі. Міне SH2 SH3. Міне көк сағыз Д заты. Сонымен сұраққа келейік. Біз сонымен тауып алдық. А заты бізде пентан, В заты 2 метил бутан, яғни изопентан, С заты изопрен, яғни 2 метил бутадиен 1,3, Д заты бізде табиғи көк сағыз. А заты сонда бізде пентан, пентаны бағана бас жағында айтқан 3 изомер бар. Сонда жауап С. Келесі аралай кеттік. С заты. Бізде С заты не еді? С заты бізде не еді? Балалар, С заты 2 метил бутадиен 1,3 ба? 2 метил бутадиен 1,3. Мін қараңыздар. 1, 2, 3, 4. SH3. 2 метил бутадиен деген сөз 2 қос байланыс бар деген сөз. Ол бірінші көміртекте және үшінші көміртекте. SH2. Мына жерде H болады, мына жерде SH2 болады. Енді бром сутекпен реакцияға түседі. Бізде химия курсында білеміз. Жалпы алкадиендер 1-де 2, 1-де 4 деген қосылуға түседі. Осы жерде бром сутекпен 1-де 4 қосылу. 1-де 4 қосылу деген сөз, мына сутек бар ғой, бірінші көміртекке барады. Сәйкесінше мына байланыс үзіледі. Бром мына жаққа барады. Сәйкесінше мына байланыс үзіледі. Енді мен оны былай басқа ручкамен көрсетіп қояйын сіздерге. Мына байланыс үзіледі. Былай қарай. Үзік сызықпен көрсетейінші. Мына жерде байланыс үзіледі. Қазір осы екеуі ортаға барады. Сонда түзіледі, мына жаққа жаза берейін. H2. Мына жаққа бір сутек қосылды. H3S. Бір байланыс үзілді. SH3. Ортаға қос байланыс кетті. Мынау SH болады. SH болады. Онан кейін бізде байланыс үзілді ғой. SH2 бұған келеді бізде бром. Міне 1-де 4 қосылу дейді. 1-де 4 қосылу. Ұбыты бітіп кетсе кеткен шығар, бірақ әлі де үйінде дайындалып жатқан оқушылар бар, және тамыз айында тапсыратындар бар. Солар үшін көмек болады деген ойдамын. Келесі, енді біз бұны атаймыз. Атау үшін байланыс, қос байланыс қай жаққа жақын жатыр? Екі жаққа да тең, бірдей. Енді екінші біз неге қараймыз? Қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Яғни бұл 1 бром, 3 метил, 1 бром, 3 метил бутен 2. Келесі. С затының жану реакция теңдеуінде барлық коэффициенттер. С заты бізде жаңа 2 метил бутадиен 1,3 етін, по-моему, С5H8 етін. Оны жағамыз, яғни барлық органикалық заттар жанған кезде көмір, қышқыл газы және су түзіледі.
мына жерде көміртегі 5, мына жаққа 5 қоямыз, иә. Мынау 8, мына алдына 4 қоямыз. Енді оң жақтағы оттек санаймыз. 5 жердегі 2 10, оған 4-ті қосам 14, мына алдына 7 қоямыз. Сонда санаймыз 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Яғни коэффициенттер, мына алдында 1 деген коэффициент бар. Бұны да санайсыздар. Сонда 17. Жауап 17. Келесі кеттік. В затын дейді. В заты бізде не еді? Бізде В заты 2 изопентан етін. Но жинақтап жазылайын, изопентан болса, ол С5H12. Оны дегидрлеп, не алдық біз? Дегидрлеп, не алдық? С затын алыппыз. С заты бізде С5H8 етін. Е? Дегидрлеп плюс H2. Дегидрлеу деген балалар, ол сутекті бөліп тастау. Міне бөліп тастадық. Енді теңестіріп қойым, 8, 9, 10, мынада 2 қоямыз. Реакция теңесті. Сонымен В заты бізде 25-те 2 грамм. Ал мынаның несін табайық. 12-ні 5-ке бөлсем 72, оған 82 қанша болады қазір? 12-ні 5-ке бөлсек 72 қанша? 12-ні 5-ке көбейтемін, 60 деген ғой. Оған 12-ні қоссам 72. Сонымен мына жерде бізде 72. С затының массасы X болады. Мынадан 4-тен 68. Осы жерден X-ті табу үшін, мінекей, былай пропорция құра саласыздар. 25-те 2-ні көбейтемін, 68-ге бөлемін 72-ге. Сонда қараңыздар, X бізде 23-те 8 болды. Бұл бізде 23-те 8 деген, бұл балар теория жүзінде алынған шығым болып тұр. Теория жүзіндегі шығым. Ал практика жүзіндегі шығымды табу үшін біз осы 23-те 8-ді, яғни 80%-ын табамыз ғой. 0,85-ке көбейтсеңіздер болады. 23-те 8-ді көбейтем 0,85-ке. Сонда 20-да 3 шығады. Бізде сонда жауап 20-да 3 екен. 20-да 3 бар ма? Бар екен, міне 20-да 3. 20-да 3 екен. Келесі бізде құрылымдық болым саны 500-ге тең изопренді каучук алу үшін В затының массасы еді. Жалпы бізде В заты С5H12 етіне. Изопренді каучук алу үшін біз бірінші бұдан біз не аламыз? Изопрен аламыз. Алдымен изопренді аламыз. Изопреннен кейін барып біз каучук аламыз, е? Міне. Енді осы жерден құрылымдық болым саны деген сөз мынау N. N, мына жерде N 500-ге тең. Сонда С5H8 500-ге қайталамыз. Сондықтан біз осыны 500-ді мынаның емері жаңа бізде қаншайды? 68 бет. 68-ге көбейтеміз. 68-ге көбейтеміз. Сонымен 500-ді көбейтемін 68-ге. 34 мың. Яғни мына каучуктың үлкен малярлық массасы 34 мыңға некен? 34 мыңға тең екен. Енді осы жерден әр саттағы өнім шығымы 80% дейді. Яғни 34 мыңды біз 0,8-ге бөле салайық. 34 мыңды 0,8-ге бөлетін болса 42.500 шықты. 42.500 шығады. 42.500 екен. Мына жерде бізде 68 болады. Мына жерде ұмытпасам 72 етін. 42.500-ді көбейтемін 72-ге. Бөлемін 68-ге. Сонда X-тен мына жерде бізде 45 шығады. 45 деп мұ? 45 мың. 45 мыңды біз тағы да қаншаға? 0,8-ге бөлеміз. 0,8-ге бөлеміз. 45 мың, сонда 80% ғой. 0,8-ге бөлеміз, сонда бізде 56-да 250 дейді. Сонда әр В затының массасы, яғни 500 граммға тең изопренді каучук алу үшін, мына В затының массасы бастапқыда қанша болған? 56.250 болған. Жауап, енді бұл грамм болса, оны килограммға айналдырамыз. Міне 56.25. Келесі ары қарай кеттік. Келесі сәйкестендіру. Тотығу дәрежесі плюске тең оксид дейді. Күкірттің оксиді SO2 болады.
Содан кейін мынау SO3 болады. Кәне еске түсірейікші, бағана біз осы SO2 жайлы біз сіздерге айтып өткенбіз. Мына жерде мінекей күшті керемет жүрек жіберіп жатыр маған. Аяука, Жасики, Жасұлан жүрек жіберіп жатыр. Жүректермен айналдым. Келесі SO2 дейді. SO2 бағана біз қаяқта қолданып E220 деген консервантты қайда қолдандық? Біз қолдандық қайда? Тамақ өнімдерінде консервілеу үшін, жаңағы микроорганизмдер болдырмасы үшін. Ал +6 SO3-ті әрине біз сусында дайындауда қолданбаймыз, мата бояу терілміз, алюм алу үшін қолданамыз. Келесі кеттік арай. Реакция теңдеулерін өнімдеріңіз қасиетімен сәйкестендіреді. Мысалы, қараңыздар, бұл жерде кремний. Кремний жалпы сумен реакцияға түспейді, бірақ судың буымен реакцияға түседі. Кремний оксиді және H2 түзіледі. Келесі кремний оксидін көміртекпен қосқан кезде кремний алынады. Сіздерге айтатын мен, егер көміртек болса СО болады. Егер мына жерде СО болса, СО2 түзіледі. Сондықтан бізде СО түзіледі. Енді сонда бізде мына жерде кремний O2 қаттылық алмазға жақын, тор сутек қышқылмен әрекеттеседі, суда ереді дейді, тұз қышқылмен әрекеттеседі дейді. Кремний O2 суда ермейді, ермейді. Тұз қышқылмен тор сутек қышқылмен тұз қышқылмен реакцияға түспейді, бірақ фтор сутек қышқылмен реакцияға түседі. Кремний O2 ол фтор сутек қышқылын H-фторды балқытқыш қышқыл деп атайды. Балқытқыш қышқыл деп атаймыз, яғни балқытқыш қышқылдың формуласы қандай? H-фтор. 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 Осылай лайк басып отырыңыздар. Осы жерден бізде кремний тетрафториді түзіледі, плюс бізде H2O түзіледі. Фторымыз мына жерде 4 болғандықтан мына алдына 4 қоямыз, мына жерге 2 қоямыз. Енді қараңдар бала, тура осы ненің шынның бетіне өрнек салады. Мысалы, мынау шыны, әдемі хрусталь шыны болса, соның бетіне мынау балқытқыш қышқыл деп атап тұр ғой. Хрустальдың бетінде әдемі мынандай оюлар бар емес пе? Осы оюларды осы қышқыл арқылы салады. Сонда мынаның бірінші аныкі 2 болады. Келесі кремний. Егер артық мөлшерде болса, басқа зат түзіледі бұл жерде. Кремний жалпы біз білеміз, жаңа айттық қой, суда ермейді, тор сутек қышқылы кетті, бізде бұл қаттылығы алмазға жақын. Сонымен А2, В1. Келесі кеттік арғарай. Міне белгі заттарды қасиеттермен сәйкестендіріңіз дейді. X2, Y2 дейді. Асқазан сөлі құрамында тұз қышқылын түзеді, жүйке жүйесінің жұмысын реттейді, қалқанша безінің метаболизмін реттейді, тіс емалін бұзылудан сақтайды. Енді бұл жерде өңкей галогендер сияқты. Сонымен қараңыздар, галогендер сияқты бізде қараңыздар, галогендер. Тіс емалін бұл не бізде? Фтор ғой, фтор. Қалқанша безінде йод, мынада бром, асқазан сөлі құрамында болатын тұз қышқылы 0,3% болады. Бұл хлор, тұз қышқылының құрамында болатын. Енді келесі біз табуымыз керек. Мына жерде бетеді натрий, жалпы галогендер, мысалы галогендер, мынаны түсіндіріп жіберейін сіздерге. Фтор, хлор, бром, йод. Әрбір галоген өзінен белсенділігі төмен галогенді тұзынан ығыстырып шығарылады. Енді осы жерде белсенді фтор, хлор, бром, йод. Фтор, хлор, бром, йод. Енді қараңыздар, мына жерге қарайық бірінші. X, Y затын тапты, мына жерде хлор тұр екен. Басқа ештеңке жоқ. Хлор тұр. Значит, хлор ол мына жерде болуы мүмкін, не деп ойлайсыздар? Бұл жерде болуы мүмкін, хлордан белсенділік төмене. Бром мен йод қой. Значит, хлор, бром мен йодты ығыстыра алады. Мына жерде болуы мүмкін бром немесе йод. Сонда не бром болуы мүмкін? Бром 2 болуы мүмкін. Немесе йод 2 болуы мүмкін. Енді бұл X заты мына жақта тұр. Яғни бұл X заты бром ғой. Егер йод болса, ол йод ығыстырып шығарамайды. Белсенділігі ең төмен галоген. Значит, бұл жерде болып тұр балалар.
бұл бізде йод емес, бром. Көрдіңіздер ме? Сонда мына жерде не болуы мүмкін? Егер мына бром болса, мына жерде не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Бромның әлі қайсысына жетеді? Күші қайсысына жетеді? Әрине йодқа. Сонда мынау натрий йод. Ал мынау бізде X бром ғой, натрий бром. Натрий бром. Сонымен бізде жауап беріп отырыңыздар. Бізде жауап X2 заты, бізде X2 заты мынау ғой, бізде X заты бром. Яғни жүйке жүйесінің жұмысын реттейді. Ал Y затымыз, біздің жаңа Y затымыз не болды бізде? Йод болды ма? Йод болды, йод екен бұл. Бұл йод, бұл қалқанша бездің метаболизмін реттейді. Биология курсынан білесіздер. Сонымен A2V3. Келесі ары қарай кеттік. Глюкоза дейді, ферменттердің әсерінен ашыған, глюкоза ферменттердің әсерінен ашып үш түрлі зат түзіліпті, осыны сәйкестендір дейді. Енді сіздер көмірсулар деген тақырыпта білесіздер химия курсында. Жалпы үш түрлі ашудың түрі бар. Бірінші спирттік ашу. Міне глюкоза жүзімнің құрамында болады, яғни ферменттердің әсерінен ол ашиды. Брожение жүреді, сол кезде спирт түзіледі. Спирт алады, шарап алған ерте кезден. Міне көмірқышқыл газы түзіледі. Екінші ашу бар ол. Мынаны теңестіріп қояйық, мына алдында 2 бар, мына алдында 2 бар. Спирттік ашу дейді бұны. Ашу. Келесі. Салты H12O6. Сүт қышқыл ашу деген бар. Сүт қышқыл ашуда сүт қышқылы түзіледі. Сүт қышқылдың формуласы SH3, OH-ны жерде OH, SOH. Көрдіңдер ме? Мынада 2 қойып қоямыз. Келесі үшінші ашу май қышқыл ашу. Салты H12O6 түзіледі. Май қышқылының формуласы немесе мінекей бутан қышқылы дейді. S3H7SOH плюс SO2 алдында 2-сі бар және H2. Міне жазып алдық. 3 ашуды жаздық. Біреу сүт қышқыл ашуы, біреу спирттік ашу, біреу май қышқыл ашуы. Енді жоғары жаққа барайық. Мына жерде, мінекей, мына жерде төмен түсіруге бола ма? Болады. Шығып кеттің бе не? Ақтан алып тастайын ба? Ұстап қой, жылжытып Мынаны көтші. Келесі, мына жерде көр, 2В. С қосу 2-ді 2В дейді. Енді, значит, мына жерде бізде мынау алынып тасталады бала. Өйткені мына сүт қышқыл ашуда бір-ақ зат түзіліп тұр. Мына екеуінде 2 зат, 2 зат. Сонымен 2А плюс 2В, қаран төмен түсілі, С плюс 2-ді 2В дейді. Бізде сұрап отыр Д затын дейді. И А затын сұрап отыр. А заты әрине, мінеке мынауға А заты. А заты бұл спирт. Спирт, этил спирті. Ал бізде В заты деген уже мынада да бар, мынада зат, екеуінде де бар зат, ол көмірқышқыл газы. SO2 бұл. Екеуінде де бар ғой көмірқышқыл газы. Ал сонда 2D деген зат бізде болады не екен? Бізде болады сутек. Сонда бізде Д заты, бізде сутегі. Міне. Кеттік келесі ары қарай. Қышқылдарды тұздармен сәйкестендір дейді. Мінекей кішкене қалды. Хлорлы. Жалпы хлордың қышқылдары бар, оттекті қышқылдары, солардың формуласын жазайын. H хлор О, H хлор О2, H хлор О3, H хлор О4. Қазірге бұның аттарын қалай оңай жаттап алу керек екенін көрсетемін. Мына жерде хлордың тотығу дәрежесі плюс 1, мына жерде плюс 3, мына жерде плюс 5, мына жерде плюс 7. Бағанағы слайдтардың басында сабақтың хлордың тотығу дәрежелерін жазғанбыз. Енді қараңыздар, бетесіздер. Бірінші H хлор О, ол хлорлау. Енді келесі қышқылды жазған кезде мынау лауды алып тастаңдар. Сонда хлорлы. Үшіншісін жазған кезде лыны алып тастаңдар. Сонда хлорлау. Төртіншісін жазған кезде бәрін алып тастаңдар. Сонда хлор. Жалпы бірінші алдымен плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7 тотығу дәреже көрсететін қышқылдарды жазып алыңдар да ең ұзағынан бастаңдар. Ең ұзақ сөзден. Хлорлылау. Енді келесі, бұлардың тұздарын жаттау керек. Мынау хлорат, бертолия тұзы бар. Мынау
хлорид. Мынау гипохлорид. Гипохлорид. Гипо деген былай қарасаң аз деген сөз сияқты, иә. Мысалы, келесі, енді мына жерде пер деген сөз артық деген сөз. Перхлорат. Мына оттегісі көп болып тұр. Перхлорат. Перхлорат. Осы қышқылдарды міндетті түрде жаттап алыңыздар. Осының өзінен 10 сұрақ, мына сұрақтың өзінен 10 сұрақ шығаруға болады. ұбт-ның. Хлорлылау қышқылы, сонда хлорлылау қышқылы бізде не болды? Гипохлорид па? Гипохлорид. Хлор қышқылы бізде перхлорат. Сонымен ары қарай кетті келесі. Келесі, неке қараңыздар. Жалпы тұздардың гидролизі деген тақырып өте көп кездесетін тақырыптардың бірі. Енді былай, натрий хлориді бірінші бұл тұз. Тұздар түзіледі негіздер мен қышқылдардың әрекеттесуіне. Әлсіз негіз, күшті негіз, әлсіз қышқыл, күшті қышқыл бар. Осы жерде мынау натрий хлоридінің бастапқы негізі бұл натрий OH. Ал тұз қышқылы H хлор. Мынау күшті, мынау күшті. Егер күшті мен күшті болса, екеуі бір-бірін жеңе алмайды дейді ғой, бір-бірімен мықты, екеуі де тең. Бұл орта бейтарап. Бейтарап. Саған да жоқ, маған да жоқ. Қышқыл да емес, сілтемес деген сияқты. Келесі аммоний хлоридін алайық. Аммоний хлориді тұзы. Яғни бұл аммоний хлориді, аммоний гидроксиді, нашатырный спирт, әлсіз негіз және тұз қышқылының әрекеттесуінен түзіліп отыр. Аммоний гидроксиді бұл әлсіз негіз. Әлсіз негіздік қасиеті бар. Тұз қышқылы бұл күшті қышқыл. Күшті қышқыл, К деп қойын, күшті қышқыл. Енді әр қашанда кез келген жерде күшті зат не істейді? Жеңеді. Сонда күшті зат жеңетін болса, енді орта сәйкесінше қышқылдық. Қышқылдық. Келесі калий карбонаты. Калий карбонаты бұл калий гидроксиді деген күшті негізбенен көмір қышқыл газы, әлсіз қышқылдардың бірі, өте әлсіз қышқылдардың бірі, және тұрақсыз қышқыл, сумен және суойықке ыдырап кетеді. Бұл әлсіз негіз. Енді бұл жерде күшті болып тұрған негіз, мінекей мына жаққа қаратып қоямын үлкен белгісін, негіздік орта, яғни сілтілік орта. Енді келесі кеттік. Бізде фенолфталин құйғанда дейді. Бейтарап орта, бейтарап тауып аласыздар, мынаны кестені міндетті түрде жаттап алуларыңыз қажет, білулеріңіз керек. Бұл ұйықтап жатқан кезде, түртіп қап сұраған кезде жатқа білетіндей болыңыздар. Мына жерде бейтарап орта, мінекей бейтарап ортада фенолфталин деп сұрап отыр бізде, түссіз екен. Қышқылдық ортада түссіз. Келесі сілтілік ортада таңқурай. Сонымен вариант қандай болады? Жауап қандай? Яғни екі түссіз болып тұр ғой. Сондықтан екі түссіз, түсі өзгермейтін. Одан кейін бізде не болады? Таңқурай. Жауап екеу болады, В және Е. Келесі кеттік ары қарай. Анилиннің қаныққан аминдерден ерекшелігі, анилин бұл май тәрізді сұйықтығы. Олардың аминдерге қарағанда ол әлсіз негіздік қасиет көрсетеді. Келесі екіншісі, суда ерімейді, ол суда нашар ерейді. Негізінен ерейді органикалық еріткіштерде. Сондықтан бұл жерде лакмус әлсіз негіз болғандықтан лакмус ерітіндісінің түсін өзгертпейді. Яғни вариант А және Д. Келесі бром плюс бром 7 плюс тотығу дәрежесін көрсетеді. Неге қараңдар, оттектікі минус 2, екіні мына жерде бізде бірде химия жазылмайды, екіде бір деген сан. Екіні бірге көбейтем 2, екіні екіге бөлем 1. Мынау плюс 1. Мынау плюс болса, мынау бізде минус. Мынау бізде минус 2, мынау плюс 1, тұрақты, мынау x белгісіз. Мына жерде 1 деген индекстер бар, екіні бірге көбейтесің 2, оны бірге бөлесің, екіні бірге бөлесің, мына жерде не болады сонда? Бізде минус 2, мына жерде плюс 1, 2 болады. Плюс 1. Келесі мына жерде минус 2, 6, 6-дан 1-ді алам, плюс 5. Мына жерде минус 2, 4, 4-тен 1-ді алам, плюс 3. Мына жерде минус 2, 8, 8-ден 1-ді алам, 1 деген мына плюс 1, плюс 7. Сонымен бізде мынау болады жауап. Одан кейін 7 болады. Одан кейін
мынау болады. АСФ. Нуклон саны бірдей. Нуклон деген ол не? Нуклон деген ол бізде мына жақта бар болу керек. Протон мен нейтронның қосындысын нуклон деп атаймыз. Сонымен кетті кальций. Кальций плюс 20, 40. Яғни нуклон деген атомдық масса ғой. Кальцийдің атомдық массасы 40. Фтордікі қаншаға тең? Фтордікі 19. Көкіртікі 32. Аргондікі 18. Аргондікі реттік нөмір 18, несі 40 па? 40. Бұл да 40. Калийтікі атомдық массасы 39. Оттектікі 16. Сонымен нуклон саны бірдей, бұл жерде кальцийдікі 40, аргондікі 40, А және Д варианты болады. Нуклон деген сөз, балалар, мысалы кальций 20 электрон, мына біреуін көрсетейін, 20 протон, 20 нейтрон. Нуклон деп мына протон мен нейтронды айтады. Бұлар массалық санды көрсетеді, яғни ядрода болады бұлар. Көрдіңіздер ме? Сонда 20-ға 20-ны қоссам 40 міне. Сонда аргон менен кальций. Келесі соңғы сұрақ қалды. Келесі 30% алиум алу үшін 100 грамм 91% күкірт қышқыл ерітіндісіне қосатын күкірт ангидридің массасы. Сонымен мына жерде қараңыздар, бірінші стаканымыз мынау, яғни бірінші стакан, оған екінші стакан күкірт ангидридің қосқан, түлген үшінші стакан алиум. Сонымен мынандай формула бар, біздер білесіздер, ерітінділер деген тақта. Омега-1 көбейту масса 1 қосу омега-2 көбейту масса 2 тең омега-3, бірінші масса мен екінші массаның қосындысына тең. Сонымен бірінші стаканымыз біздің мынау ғой, мынау бірінші стакан. Яғни оның массалық үлесі 91%. Мына жерге жазып қойсақ, 91% көбейтем массасы оның 100 грамм. 100 грамм. Қосу екінші стакан мынау ғой. Күкірт ангидридің массасын сұрап отыр. Біз күкірт ангидридінің пайызының орнына біз білеміз 122-де 5 аламыз. Ол қаяқтан шыққан? 122-де 5, яғни алиумның құрамында не бар бізде? Күкірт қышқылы менен не бар? SO3 бар. Бұл жерде мынаның несі 98-ге тең, мынаныкі 80-ге тең. Осы жерден 80-ді 98-ге бөлетін болсақ, 1,225 шығады, оның 100%-ы 122-де 5 болады. Көбейтеміз масса 2 тең. Енді қараңдар, алиум алу үшін, алиум деген кезде сіздер қараңдар, мынау 30%-ды жазбайсыздар жерге. Ол алиумның ішіндегі SO3 деген SO3-тің массалық үлесін көрсетіп отыр. А бізде алиум алу үшін біз былай жасаймыз. Омега-3-ті табу үшін 30-ды көбейтеміз 1,225-ке, қосамыз 30, 100-ден 30-дасақ 70%-ға. Сонымен 30-ды көбейтеміз 1,225, қосу 70. Яғни 106-да 75 қалады. 106-да 75-ті біз осы мына жерге апарып қоямыз. Сонда 106-да 75, яғни бірінші стакандағы масса 100-ге тең, екінші стакан масса белгісіз М2. Бізге осы М2-ні табу керек қой. Сонымен көбейтеміз 91-ді көбейтеміз 100-ге, 9100. 122-де 5 М2-ге көбейтсек, 122-де 5 М2 болады. Енді жақшаны ашамыз. 106-да 75-ті көбейтеміз 100-ге, 10.675 болады екен. 10.675. Ал мынаған көбейткен кезде өзі шығады, 106-да 75 М2 шығады. Енді М-дерді бір жаққа қарай жинаймыз. Сонда 122-де 5-тен 106-да 75-ті алатын болсақ, 106-да 75-ті алсақ, 15-де 75 М2 шығады. 15-де 75 М2. Келесі, мына жақтан аламыз, 10.675-тен аламын 9.100-ді, міне әдемі сан шықты, 1575 шықты. Енді М2-ні табу үшін, осы 1575-ті 15-де 75-ке бөлсек 100 шығады. Сонда бізде жауабы
Бұл Алиомның есептері, яғни білесіздер, бұрын кезде мына мектеп несінде олимпиадада келетін есептер етін осылар. Қазір енді ұбт-ға да қосып отыр. Сосымен балалар, үлкейте салшы. Бүгінгі біздің, яғни сабағымыз аяғына келіп тоқталды. Біз 40 сұрақты мінекей 2 сағатта бітірдік. Арасында енді кейбір сөздеріміз болды. Басқа да материалдарды қосып түсіндіріп жібердік, тек қана сұрақпен ғана қамтылған жоқпыз. Енді келесі тағы да осындай сабақтар болып тұрады. Яғни қандай сабақтар қажет, нұсқа талдайық па, жоқ есептер шығарайық па, сонымен қатар және оны оңай жолмен түсіндіру жолында сіздерге көрсетемін. Сонымен балалар, сау болыңыздар, келесі кездескенше.